Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша ғарышкердің ас мәзірі тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқу, түртіп оқу, шапшаң оқу. Дескрипторы ғарыш пен жердің тіршілігін салыстырамыз. Шығармашылық жұмыстар жасаймыз. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Ғарыштың тағамы қандай болуы мүмкін? Түрі, пішіні қандай болады деп ойлайсыңдар? Біздің күнделікті жеп жүрген тағамдарымызға ұқсай ма? Ендеше, осы сұрақтарға жауап ретінде Алексей Леновтың «Мен ашық ғарышқа ұшамын» кітабынан алынған Алексей Архипов Ленов пен Павел Иванович Белаевтың оқиғаларынан үзінді түсініп оқимыз. Ғарыштағы түскі ас. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ғарышта салмақсыздықтың әсерінен барлық нәрсе қалқып жүреді екен, тіпті тағамдарымызда. Ғарышкерлерге арналған арнайы тағамдар бар. Ғарыштық тағам бұл ғарышкерлерге дайындалатын арнайы тағам. Ғарыш жағдайында бұл тағамдарды сақтау, пайдалану қиын емес. Тағамдар сықпа құтыға салынған. Сондай-ақ, ғарышта тамақтану ережесін сақтау қажет. Сықпа құтыны дұрыс пайдалана білу керек. Және тамақты жеген кезде аузымызды жауып жеуіміз керек екен. Және тағы да басқа деректерді мәтіннен таба аласыңдар. Мәтінді түсініп оқимыз. Ал сендер, ғарыштағы тәулік 90 минут екенін білесіңдер ме? Жер бетінде бір тәулікте 24 сағат болса, ғарышта 90 минут. Себебі ғарышта уақыт өзгеше жылдамдықпен өтеді. Әр 90 минут сайын жер жүзін бір айналып жүреді екен. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Салмақсыздық жағдайында тамақтанудың ерекшелігін қорытындылап айт. Ғарышкерлердің тамағы туралы өзіңді қызықтырған сұрақтар жаз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.